Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді екі түрлі жаздық салаттың рецептімен бөлісемін. Менімен бірге болыңыздар және де каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Салаттар өте оңай жасалады және де өте дәмді болып шығады. Ал енді ең бірінші салатымыздың рецептіне кірісейік. Ол үшін бізге қызанақ, қияр, колбаса, консервідегі жүгері, майонез, 2 шикі жұмыртқа және де тұз керек болады. Жұмыртқаға тұз және де 2 ас қасық май қосып, венчикпен араластырып, енді біз 2 бөліп омлет жасаймыз. Омлеттеріңізді жұқа етіп жасаңыздар, сол кезде салатта тураған кезде өте әдемі болып көрінеді. Осымен омлеттеріміз дайын болды. Дайын болған омлеттерімізді кішкене суытамыз. Қиярымызды осындай орташа размерде ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да тура сондай ұзынша етіп тураңыздар. Колбасамызды да дәл сондай ұзынша етіп тураймыз. Суытып қойған омлетімізді бір-бірінің үстіне қойып, 2 омлетті осылай орап, міне осындай етіп турап аламыз. 4-5 қасық жүгері қосамыз, дәміне қарай тұз, майонез және де мен кептірілген осындай сарымсақ қостым. Негізі майонездің орнына қаймақ қосаңыздар да болады. Осымен салатымыз дайын, бірақ мен үстінен сыр қосуды жөн көрдім. Негізі сыр қоспасаңыздар да болады. Енді тарелкаға салатымызды саламыз, үстінен сырымызды саламыз да отбасымызға ұсына береміз. Ендігі салатымыздың рецептіне 2 қызанақ, 2 қияр, 5 шалғам, консервідегі жасыл бұршақ, тұз және де укроп қажет болады. 5 шалғамды, не болмаса редисканы және де қиярды осылай үкіштен өткізіп аламыз, және де помидорымызды ұзынша етіп тураймыз. Помидорды турап болғаннан кейін укропты да тураймыз да салатымыздың үстіне саламыз. 5-6 қасық жасыл бұршақ қосамыз. Дәміне қарай тұз және де зәйтүн майын қоссаңыздар болады. Мен әр салатқа негізі кептірілген сарымсақ қосам, сол кезде салаттарымыз өте дәмді, ерекше болып шығады. Міне осымен салаттарымыз дайын болды. Сіздерге ұнаса, міндетті түрде пікірлеріңізді жазып, және де лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше күн жарық.